Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен базиликтан сосын жасайтын боламыз. Ол үшін біз қайнап тұрған суға базилик қосамыз да қақпағын жауып тағы да қайнатып аламыз. Біз бір бұрқ еткізіп қайнатып алдық. Және де астын өшіреміз. Біздің сусынымыздың түсі өзгерді. Енді біз оның үстіне жарты лимонның согын және де қант қосамыз. Мен жарты кесе қостым. Енді тағы да араластырамыз. Мінекей біздің сусынымыздың түсі өзгерді. Енді біз бұны 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің согымыз дайын. Бұл сокты ыстық күйінде де, салқындай күйінде де ішуге болады. Өте дәмді. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыздар. Достар, менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың рецепттері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Және де комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.